128 гигабайттығы 279 мың теңге тұрады. iPhone 6 алудың қазіргі таңда вообще қажеті жоқ. Біздің қазақстандар үшін 150 мың теңгеден басталу керек деп ойлаймын. Біраз адам хит болып, бірақ бағасын естіген кезде хит болып қалған iPhone болып. Бір айналып қойып, бәріңізге қайырлы күн. Енді көпшілік адам сұрады, осы жылы осы iPhone 12-ні күтейін ба? Немесе осы 2020 жылы дәл осы уақытта қандай iPhone алған дұрыс? Осы сұрақтың жауабын беру мақсатында технодомдамыз. Көріп отырсыздар, бір айналып қойып, технодом и технодом адамдар. И все, короче, халық. Енді қандай iPhone алған дұрыс? Енді біз үшін дайындап қойғандай керек емес iPhone-дарды неғып қойыпты, алып тастаған. Мысалы iPhone 6, iPhone 7, iPhone 8, немесе вообще iPhone 10, iPhone XR, немесе iPhone XS, немесе iPhone 11, iPhone 11 Pro қайсысын алайын деген сұрақтардың жауабын беру мақсатында міне келіп отыр. Енді сразу айтайын, мынерді уже технодомды түсінген ба, уже керек емес моделінің бәрін алып тастаған. Вот бір қызығы iPhone XS-ті алып тастаған. Мені қалап атқанымда айтсақ қой. Подставной болып қалуы мүмкін, көріп алып сразу айттым ғой деген. Қалай ақталсам болады? Вилсаком бар ғой, вот солда мен сөзіме келіседі. Даже мен оның сөз оқыдым одан. Соны сіздерге айтып береді. Шындықты айтайын. Вилсакомнан оқыдым. В общем, iPhone-ның XS-тен көрі iPhone XR аласаң дұрыс. Ал XS-тен көрі iPhone 11 сразу аласам. Вот сіздерге не болсын. Енді сразу айтайын. iPhone 6 алудың қазіргі таңда вообще қажеті жоқ. Себебі iPhone 6-ны алатын болсаңыздар, себебі осы жылдың 2-3 айда обновление болады iOS-та. Осы обновлениесі уже iPhone 6 ол обновлениені қабылдамайды. Поддержка болмайды, мүмкіндік болмайды. Сондықтан да сіздерге айтарым, осы 2020 жыл дәл қазір алатын телефондарыңыз iPhone XR. Әрине қазір таңда бірақ камерада да, бірақ бәріңіз үйреніп қалғансыздар, уже 2-3 камера, как минимум 2 камера. Бірақ өзінің бірақ енді камераның көпшілігі жақсы түсіреді деген әңгіме емес, бірақ ол нормально түсіреді. Вот довольно нормально түсіреді. И видеосы маған iPhone-ның бір ұнайтыны, вот видео жағынан жақсы не қылады. Қатты не қылады. Вот сондай. Характеристикасының бағасын қараңыздар, 350 мың теңге тұрады деген 64 гигабайттығы. Так болсын да. Енді өздеріңіз білесіздер. Енді одан келесі iPhone-ымыз бізде. iPhone есе осы 2020 жылы шыққан, өздеріңіз білесіздер. Хит болып атқан, біраз адам хит болып, бірақ бағасын естіген кезде хит болып қалған iPhone болып. Бағасы 250 мың теңге тұрады, 64 гигабайт, ал 28 гигабайттығы 279 мың теңге тұрады. Мынау, короче, бағасы өте қымбат, короче. Мынау мынандай телефонға, короче, мен айтайын, мынандай кнопочный заманның телефонына вот бағасы 250 мың теңге төлеу, ол вообще дұрыс емес деп ойлаймын. И сіздерде келісеттім, келіссеңіздер еще плюс басып кетіңіздер астына комментарийға. Вот мен айтарым, мынаны қашан алуға болады енді. Вообще фанат болып жатсаңыздар, бір жыл өткеннен кейін бағасы мың, сол кезде алсаңыздар болады. Вообще мен мынаның дизайны бар ғой, короче. Базар жоқ, бюджетінде вариант шығарды, бағасы 250 мың, бюджетінде вариант примерно бір біздің қазақстандар үшін 150 мың теңгеден басталу керек деп ойлаймын. iPhone енді бірақ анда өз бренд қой, iPhone ұстап жүрмін деген секілді. Бірақ өздеріңіз білесіздер, түсіру жағынан кәдімгі 2-3 камералы телефондардан кем емес. Оны практикадан да көрдік. И түсіріп те көрдік. Ой, пацан. Көрдіңіздер ме? Ой, көрдіңіздер ме? Вот нормально. Осындай бағасы қымбат. Мен оны түсінбайтын. Мен осы 2020-да реально бірінші орында алу керек деген телефон iPhone 11. Егер ақшаларыңыз көп болып жатса, 11 Pro, немесе Pro Max. Бағаларын көрсеңіз, iPhone 11-ге 430 мың, 64 гигабайт, ал 28 гигабайттығы 464 мың, 256, 524 мың, 990 теңге. Енді білмеймін, 256 гигабайт толтырып салмайтын шығарсыздар. Сол 28 гигабайттын ала берсеңіздер, 464 мың болады, сол нормально iPhone 11. И әрине бұда екі камера, бірақ
түсіруі несі бәрі нормальный телефон. Тұр, енді сіздерге көріне ма, көрінбей ма. Бірақ, короче, көпшілік адамдардың сұранысымен, несімен iPhone 11, вот нормально. Енді ақша жетіп отырса, iPhone 11 Pro алсаңыздар болады. Вот, егер вообще не болып отырсаңыздар, iPhone 12-ні күтіңіздер. Сол нормально болады сияқты. И бағасы осы жылы iPhone-ның бір бағасы арзан болады деп күтілуде, әдеттегі қарағанда. Енді көреміз енді. Официально несі шықсын, презентациясы болсын, сол кезде айтатын боламыз. И мынау сияқты iPhone 8 Plus деген телефондардың алу қажет жоқ уже. Бұлардың заманы өтті, короче. Базар жоқ, екі камера шығар, бірақ уже заманы өтті бұлардың. Камерасы болсын, системасы болатын болсын, дизайн болатын болсын, уже тұрпайы көрінеді көзге. Енді түсінікті деп ойлаймын, енді менің рейтинг бойынша бірінші орында әрине iPhone 11, екінші орында iPhone XR, осы екеуін алсам болды. Енді вообще iPhone қызығып жатсаңыздар, мына телефонды бір жылдан кейін алыңыздар. Түсінесіздер ме? Вот сондай. Вот осымен аяқталды бүгінгі влогымыз. Енді келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Әрине не істейсіздер, кетпей тұрып, әрине лайк басып кетіңіздер. Мотивация береді сіздердің қолдауларыңыз. Мінекей 2020 жылы қандай iPhone алуға болады деген сұраққа нақты әрі тура жауап бердім деген ойдамын. Комментарий жазыңыз, сіздер қандай iPhone алатын болып шештіңіздер. iPhone 11, iPhone Pro 11 Pro, немесе Pro Max, немесе iPhone XR. Вот нормально. Вот сондай. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Давайте, пока. Халық көп. Сәл ұялады екенсің халықтан. Бәрі саған қарап кетеді.